Баршаңызға сәлем достар, мен бүгін сіздермен ұсақ бауырсақ немесе ши бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк, коммент жазып, видеомды соңына дейін қарап өтіңіздер. 1 литр жылы сүт, 1 литр жылы су, 6 ас қасық қант, өз қалауларыңыз бойынша қантты сала берсеңіздер болады. 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық сода, 2 жұмыртқа, алдын ала ерітілген 1 кесе тоң май. Тоң майымызды құйып, бәрін жақсылап араластырып, қажетті мөлшерде ұнымызды салып, орташа тығыздықта қамырымызды илеп шығатын боламыз. Яғни мен бұл жерде 2 литр сүтпен су қолданғандықтан өзімнің қалауым бойынша ұнымды салып, орташа тығыздықта қамырымды илеп шықтым. Мен бұл жерде үлкен көлемде жасадым. Сіздер мөлшерін азайтып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Күнделікті балдарыңызға жасап берсеңіздер, жиын тойларға жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Осылай 3 бөлікке бөліп аламын. Бөліп алып, қазір оқтаудың көмегімен осылай 2 литрден үлкен осылай көлемде қамыр шығады. Қазір оқтаудың көмегімен осылай жайып шығып, осындай бөліктерге бөліп шығатын боламын. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Лағманның қамырын созған секілді. Қазір мен 1 бөлігін алып көрсетемін сіздерге. Міне осылай жайып аламыз. Осындай ұсақ бөліктерге кесіп шығатын боламыз. Осылай кесіп болғаннан кейін осылай домалақтауға да болады, немесе осылай кесіп пісіре берсеңіздер де болады. Міне осылай дөңгелетіп шығамыз. Піскен кезде әдемі болып шығу үшін сіздер кесіп қуыра берсеңіздер де болады. Міне келесі бөлікті тура осылай етіп кесіп шығамыз. Бұл ұсақ бауырсақты Шығыс Қазақстанда, Шығыс өңірінде өте көп жасалынады. Мен өзім Шымкенттің қызымын. Шығыс Қазақстанның келіні болғандықтан жиын тойларда өте көп жасалынады. Міне қызып тұрған майымызда осылай 3 минут араластырып, осылай қызартып, жақсылап қуырып аламыз. Менің балдарым сүйсініп жейді. Сіздер де күнделікті дастархандарыңызға жасап қойсаңыздар болады. Міне осылай қызартып алып, өте дәмді бауырсақтар шығады. Күнделікті шаймен ішкенге өте керемет. Осылай 3 минутта араластырып, осылай қызартып қуырып алдым. Менің рецептіммен жасап шығыңыздар. Лайк, коммент жазуды ұмытпаңыздар.